Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі видеода 7-ші сынып алгебра пәнінің алгебралық бөлшектер тақырыбы бойынша А деңгейіндегі бірінші БЖБ-ның екінші нұсқа есептерінің шығарылу жолын ұсынамын. Және бұл есептер тек үлгі ретінде қабылдасаңдар болады. Себебі сендерге келетін БЖБ-ның есептерінде сандары өзгеруі мүмкін, немесе есептердің берілуі өзгеруі мүмкін. Бірақ шығару жолы осындай болады. Осы видеоға міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңдар. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Қоңыраушаны басып қойсаңдар, жаңадан шыққан видеоларды жоғалтып алмайсыңдар. Ал біз бастайық. Екінші нұсқаның есептері келесідей 3 тапсырмадан тұрады. Әрқайсысын жеке-жеке қарастырайық. Олай болса, бірінші есебіміздің шығарылу жолы. Бірінші есепте келесі алгебралық бөлшектер үшін 2 тапсырма берілген, яғни біріншісінде айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды, ал екіншісі айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Яғни алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды дегеніміз, мына бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге тең болмау керек. Егер де бөлшектің бөлімі 0-ге тең болатын болса, онда бұл бөлшектің мәнін анықтау мүмкін емес. Яғни мәні жоқ деп айтамыз. Сол үшін айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайтынын табу үшін бөлшектің бөлімін, А вариант деп қояйын, бөлшектің бөлімін, яғни 4х қосу 12 0-ге тең емес деп аламыз. Яғни бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге тең болмау керек. Енді осыдан x табамыз. 4х ол тең емес. Мына плюс 12 екінші жаққа өткен кезде минус 12 болады. Және осыдан x табатын болсақ, x ол тең емес, минус 12-ні 4-ке бөлеміз, ол минус 3-ке тең. Яғни x-тің мәні минус 3-ке тең болған кезде, мына берілген алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Сол себепті x 3-ке тең болмауы керек. Екінші Б вариантында бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Яғни қай уақытта бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Бөлшектің мәні 0-ге тең болады, егерде бөлшектің алымы 0-ге тең болса. Яғни Б вариантында 2х азайту 8-ді 0-ге теңестіреміз. Осылайша x-тің мәнін табамыз. Яғни 2х ол тең минус 8 теңдіктің екінші жағына өткен кезде плюс 8 болады. Және одан x табатын болсақ, x тең 8-ді 2-ке бөлеміз, ол 4. Яғни x 4-ке тең болған кезде берілген бөлшектің мәні 0-ге тең болады екен. Келесі екінші тапсырма, амалдарды орындаңыз. Бұл жерде 2 есеп берілген. Бірінші А вариантын қарастырайық. А вариантында бірінші бөлшектердің бөлімдерін ортақ бөлімге келтіруге ыңғайлы қылып келтіріп аламыз. Ол үшін бірінші бөлшекті дәл солай жазып қоямыз. А бөлу А қосу Б азайту. Енді мына үшінші бөлшекте бізде А квадрат азайту Б квадрат деген өрнек тұр. Ол қысқаша көбейту формуласына сәйкес А қосу Б көбейту А азайту Б деген екі жақшаға шектеледі. Сонда екінші жақшамыз А азайту Б. Ал мына бөлшекте бізде Б азайту А болып тұр. Сол себепті мына екеуінің орнын ауыстыруымыз керек. Ол үшін дәл осы жерден минусты жақшаның сыртына шығарамыз, және оны бөлшектің алдында тұрған минуспен бірге көбейтіп жібереміз. Сонда ол қосу болып кетеді. Қосу Б бөлу екінші бөлшегіміздің бөлімі, сонда А азайту Б болады. Азайту, ал үшінші бөлшекті бөлімін қысқаша көбейту формуласына сәйкес жіктейміз, яғни ол А қосу Б көбейтілген А азайту Б болып жіктеледі. Ал алымында 2А Б-ны жазып қоямыз. Енді осы бөлшектерді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі ол міне мынау А қосу Б көбейтілген А азайту Б болады. Олай болса, бірінші бөлшекте бізде А қосу Б тұр, А азайту Б жоқ. Сол себепті А азайту Б береміз. Екінші бөлшекке керісінше А азайту Б бар, А қосу Б жоқ. Олай болса, А қосу Б-ны береміз. Ал үшінші бөлшекке тек 1-ді бере қоямыз. Өйткені екі жақшаның көбейтіндісі бар бұл жерде. Ары қарай Енді осы өрнекті ықшамдайтын болсақ,
аны аға көбейтеміз а квадрат, аны минус б-ға көбейтеміз минус а б. Келесі бөлшектің алымы аны б-ға көбейтеміз және бөлшектің алдында қосу таңбасы тұр, сол себепті қосу а б болады. Б-ны б-ға көбейтеміз, қосу б-ның квадраты болады. Және азайту, мына бөлшекте 2аб-ны бірге көбейтсек, 2аб-ның өзі таңбасы бөлшектің алдында минус тұр, сол себепті минус 2аб болады. Ал бөлімінде екі жақша, яғни а қосу б көбейтілген екінші жақша а азайту б болады. Енді осы жерден қарама-қарсы өрнектер, яғни минус аб мен плюс аб-ны жойып жібереміз. Олай болса а квадрат қосу б квадрат азайту 2аб. Мына б квадрат пен минус 2аб-ның екеуінің орнына ауыстыратын болсақ, бұл жерде бөлшектің алымында а азайту б-ның 2 дәрежесі шығады, квадраты. Ал бөлімінде а қосу б көбейтілген а азайту б деп жазамыз. Енді бөлшектің алымы мен бөлімінде бірдей жақшаларды көріп тұрмыз, яғни а азайту б деген жақшалар. Мына жерде а азайту б толықтай кетеді, ал мында а азайту б-ның квадраты. Квадраты дегеніміз дәл осы жақша өз-өзіне 2 рет көбейтіліп тұр деген сөз. Яғни мына а минус б мен мына жақшаның біреуі кетеді. Онда мына квадратын ғана сызсаймыз. Сонда есептің жауабы а минус б бөлу а плюс б болады. Екінші өрнекте бірінші бөлшектің алымын жазып қоямыз, x қосу 2, ал бөлімінде x квадрат азайту 2x қосу 1, ол қысқаша көбейту формуласына сәйкес x азайту 1-дің квадраты көбейту. Келесі бөлшекте алымында 3-терді көріп тұрмыз, олай болса жақшаның сыртына 3-ті шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде x азайту 1 қалады. Ал бөлімінде x квадрат минус 4. 4 деген ол 2-ның квадраты. Сол себепті бұл жерде квадраттардың айырмасы формуласын қолданамыз. Яғни x азайту 2 көбейтілген x қосу 2 деген екі жақшаға жіктеледі. Енді келесі амал бөлу тұр. Бөлудің орнына көбейтуді қоямыз да, бөлуден кейінгі тұрған бөлшекті орындарын ауыстырып кері сан ретінде жазамыз. Және x квадрат азайту 1, ол 1-дің квадраты 1-ге тең, сол себепті бұл жерде де қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Яғни x азайту 1 көбейтілген x қосу 1 болып жүктеледі. Ал бөлімінде 6y болады. Енді осы жерде қысқаратындарды қысқартамыз. X қосу 2 мен x қосу 2-ні қысқартуға болады. X азайту 1-дің мұнда квадраты тұр, ал мына жерде міне x азайту 1-дің екі жақшасы тұр, яғни екеуі көбейтілген кезде ол x азайту 1-дің квадратын береді. Олай болса, мына x азайту 1-дің квадратын мына екі жақшамен қатар қысқартып тастауға болады. 3 пен 6-ны қысқартуға болады. Екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-тің орнында 1 қалады, 6-ның орнында 2 қалады. Басқа қысқартатын өрнектер жоқ. Олай болса, қалғандарын жазамыз. Бөлшектің алымында x қосу 1 қалды. X қосу 1, ал бөлімінде 2y көбейту және мына x минус 2 қалды. X минус 2. Бұл есептің жауабы. Келесі үшінші есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші бөлшекті дәл солай жазып қоямыз. X квадрат азайту y квадрат бөлу x азайту y. Азайту екінші бөлшектің бөлімін өзгертеміз. Яғни қысқаша көбейту формуласын қолданамыз.
x квадрат азайту y квадрат ол x азайту y көбейтілген x қосу y деген екі жақшаға жіктеледі. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бірінші бөлшекке x қосу y-ті береміз, ал екінші бөлшекке 1 береміз. Сонда x қосу y-ті x квадрат азайту y квадратқа көбейтуіміз керек. Бірінші x-ті көбейтейік x квадратқа, онда ол x кубқа тең. x-ті көбейтеміз минус y квадратқа, яғни минус x y квадрат болады. y-ті енді x квадратқа көбейтеміз, қосу x квадрат y болады. Және y-ті минус y квадратқа көбейтеміз. Ол кезде минус y куб болады. Және келесі бөлшекте 1-ді x куб азайту y кубқа көбейтуіміз керек, және бөлшектің алдында минус тұр, яғни таңба қарама-қарсыға ауысады деген сөз. Олай болса, минус x куб болады, ал минус y куб ол қарама-қарсыға ауысатын болса, плюс y куб болады. Бөлімінде x азайту y көбейтілген екінші жақша x қосу y. Енді бөлшектің алымында бір-бірімен жойылып кететін минус y куб пен плюс y куб бар, және x куб пен минус x куб бар. Сонда жақшаның алдында минус x y квадрат және плюс x квадрат y қалды. Енді осы екеуінен ортақ көбейткіш x y-ті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, онда жақшаның ішінде мына тұрған бірінші x y-тен минус y қалады, ал мына x квадрат y-тен бұл жерде x қалады. Таңбасы оң болып тұрған өрнектен бастаймыз, яғни мынаны бірінші жазамыз қазір. x y кетіп қалды, жақшаның ішінде x қалды. Мына жерде x y кетті, минус жақшаның ішінде y қалды. Бөлу, екі жақшамызды бөлшектегі жазып қоямыз. X азайту y көбейтілген x қосу y. Енді бұл жерде міне x азайту y пен x азайту y қысқарып кетеді. Сонда есептің жауабы x y бөлу x қосу y болады екен. Осымен бүгінгі есептеріміз аяқталды. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Видеоны достарыңмен бөлісіңдер. Ал мен сендермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңдар. Сендермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.